Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай өте дәмді әрі жұмсақ, құрамы қарапайым ингредиенттерден тұратын, бір жасағаннан осындай болып шығатын пирогтың рецебімен бөліскім келеді. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Жұмыртқаға қантымызды салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Құрамындағы қанты ерігенше дейін және де ағарып, екі еселенгенше дейін массамыз араластырамыз. Мінекей осындай ағарғаннан кейін бөлме температурасында еріген сары майымызды салып араластырамыз. Ал оған дейін достар, рецепттерім ұнап жатса лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Енді белгіленген мөлшердегі творогымызды да салып, оны да жақсылап араластырамыз, біркелкі масса шығарып алатын боламыз. Қажетті ингредиенттердің барлығы описанияға жазылатын болады. Енді ұнымызды, одан кейін қопсытқышымызды салып, тағы да жақсылап араластырып, біркелкі масса шығарып аламыз. Бұл пирогты мен көлемі 26 сантиметрлік формаға салып жатырмын. Сіздер қалаған формаңызға салып жасасаңыздар да болады. Көтеріліп, әдемі болып піседі. Құрамында творогтың бар жоғын ешкім сезбей де қалады. Өте дәмді, көтеріліп, күшті болып пісетін болады. Үстіне қалаған жеміс жидектеріңізді салып, әдемілеп пісірсеңіздер де болады. 180 градуста 40 минутта, 50 минутта пісіп болады. Шпажкаңыздың құрғақ болғанша дейін пісіріп аласыздар. Үстіне қант ұнтағын сеуіп әрлесеңіздер болады. Өте дәмді, жұмсақ болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Келесі тәтті рецепттерде кездескенше.